Бірінші бөлім. Біз неге айғайлаймыз? Сұқ саусағын баласына шошайтып тұрып айғайлайтын ана ешқандай тәрбие беріп жатқан жоқ. Керісінше, баланың ішінде терең тамыр жаятын өзін кінәлау сезімінің алғашқы дәндерін егіп жатыр. Балаларымызға неге айғайлаймыз? Адамның көңіл күйін түсіретін, ашуландыратын фактор оқиғалар немесе адамдар емес. Сол оқиғалар мен адамдарға қатысты миымызда бейсаналы тұрғыда қалыптасқан ұстанымдар. Яғни, бір жақты көзқарасымыз десек те болады. Жаңбырды кей адамдар нұр жауып жатыр деп қабылдаса, енді біреу әуре сарсаң немесе нашар көңіл күй, жалқаулық пен ұйқы режимі деп қабылдайды. Асылында, мәселе жаңбырда емес, адамның оны қалай қабылдауында. Мысалы, бір адам далаға қарап, қазір кептеліс басталады. Балалар мектепке бара жатып, су болады-ау, барлық жер лай батпақ, жаңбырда қайдан жауа қалды, десе, келесі адам терезеден далаға қарап тұрып, шүкір, нұр жауып жатыр. Топыраққа береке келіп, қаланың су каналдары қайта толып жатыр. Балалар мектептен келген соң, бірге далаға шығып, жаңбырдан кейінгі таза ауада серуендейміз деп ойлайды. Өмірдегі барлық оқиға осындай. Тіпті өлім түсінігінің өзі көпшіліктің өмірін тас-талқан етіп жатқанда, кейбір адамдар үшін жаратқанына оралу, екінші өмірге аттану түсінігімен ұштасып, олар шүкір етіп жатады. Бұл мәселе балаларымызға қатысты болғанда да жағдай дәл солай. Бізді ренжітетін, бізді ашуландыратын нәрселер балаларымыз емес. Олардың әрекеттеріне қатысты біздің көзқарастарымыз. Біреулер үшін бала басына қонған бақ болса, енді бір отбасының басындағы бәлесі. Былай қарасақ, барлығымызда мейірімдіміз, баламен жақсы тіл табысамыз, мүмкіндігінше айғайламаймыз, ұрыспаймыз. Бірақ көзқарас деп қарастырып отырған ұғым дұрыс нәрсені, бір жайттың шындығын көруге, әрі сезімдерді ажырата білуге кедергі жасайды. Ішімізде не болса соған ашуланатын жыртқыш ананың оянуына себепші болады. Мен саған неше рет айттым, қазір жаныңды шығарамын, 3-ке дейін санаймын деген сөзден басталып, арты айқай ұрысқа ұласатын тәрбиені жақсы білеміз. Баламның табанына батқан жаңқа маңдайыма батсын дейтін аналар неге өз балаларына осындай қатыгездік жасайды? Біз баламыз үшін мынадай көзқарастардан арылуымыз керек. Бірінші, баланы жастан. Баламды кішкентай кезінде тәртіпке салмасам, есейгенде ол мені басынатын болады. Ойыншық алғысы келіп, дүкенді басына көтеріп, жер тепкілеп, бақырып жылап жатқан 2 жасар баланы көрген кезімізде, ойбай, мына баланың мінезі 2 жаста осындай, үлкейгенде не болады, деп жатамыз. Адам санасына осындай ойдың келуінде 2 түрлі қате түсінік бар. Біріншісі, баламен қалай тіл табысамын деген ойдың болуы. Бұл түсінік миды соғыс алаңындағы әрекеттерге алып барады. Яғни, баламызбен қарым-қатынасымызды ылғи қақтығыс деңгейінде ұстаймыз. Қақтығыс дегеніміз әрқашан күш қолданып, қарсы тарапты жеңуім керек деген сөз. Бұл ойдың кесірінен біз балаға қарсылас позициясын көрсетеміз. Осылайша қалыптасуы керек болған топтық, ұжымдық, серіктестік позициясы қалыптаспай жатып құрдымға ұшырайды. Топтық позиция дегеніміз балаға толықтай сеніп, онымен жақтас екенімізді көрсету. Аузымызбен де, іс-әрекетімізбен де айтқымыз келетін нәрсе, біз екеуміз бір кемедеміз. Сенің көңіл күйің болмаса, менің де көңіл күйім болмайды. Сен қиналсаң, мен де қиналамын. Сондықтан өмірдің мәнін, заңдылықтарын саған түсінікті тілде ұрыспай, ұрмай, қорқытып үркітпей, жан дүниеңе жара салмай жеткізуге, түсіндіруге тырысамын. Себебі сені жақсы көремін. Балаңызға бір топта екеніңізді сезіндірудің күші мол.
1 минут бұрын қырсығып отырған ол сізге анашым деп еміреніп, өз қатесін түсіне бастайды. Мысалы, аналарымыз баласының ойнаған ойыншықтарын жинамайтынына қынжылады. Одан бөлек қонақ келіп, үй астан-кестен болып шашылса, оны жинау бізді, аналарды айтарлықтай шаршатуы мүмкін. Дәл осы сәтте баламызға «Қане, бөлмеңді жина» деп дауыс көтеріп айтар болсақ, көп жағдайда «Қазір жинағым келмейді, шаршап тұрмын, мама. Мен шашқан жоқпын ғой ойыншықтарды, Айша ғой шашқан» деген жауап аламыз. Дәл осы нәрсені басқаша жеткізсекші. Қонақтан соң балаларға «Залға келіңдер, отбасы жиналысы» деп отбасының барлық мүшесі жиналып, анасы немесе әкесі, ал балалар «Қонағымызды шығарып салдық, қазір 15 минутымызды бөліп, үйді тез жинастырып алайық». Аналарын қонақ күтіп шаршады. Сондықтан бір-бірімізге қолғабыс болайық. Бәріміз бірлесіп істесек, жұмыс тез бітеді деп түсіндірсе, баласын мақтап, ол ойыншықтарды жинап бастаған сәтте менің көмекшім, қолғабысым деп жылы сөз айтса, бала кез келген нәрсені отбасымен бірге орындауы қажет екенін, топтық жұмыстың әрқашан берекелі де жемісті екенін көріп түсініп өседі. Екінші қате түсінігіміз, баламыздың кішкентай кезіндегі болмашы қатесі есейгенде арта түседі деген қауіп. Қазір ол әрекетін тоқтатпасам, кейін кеш болады деген пікірдің пайда болуы да содан. Асылында кез келген бала жасы үлкейген сайын біртіндеп ақылдырақ бола бастайды. 7 жастағы бала анасынан бір нәрсе сұрағанда 2 жасар бала сияқты қырсығып, жылап сұрамайды. Әрине, ата-ана өзі сондай жағдайға жеткізбесе. 10 жастағы бала 5 жастағы бала сияқты емес. Өзіне керек сусынын құйып, тоңазытқыштағы бар нәрседен бутерброд жасап жей алады. Себебі өсті, қолынан келеді. Ашулану, жылау, біреуді тістеп алу сияқты кішкентай балаларға тән әрекеттер баламыздың дұрыс әрекетті қалай істеу керек екенін білмегеннен болатын әрекеттер. Балаңыз сөзін дұрыс жеткізуді, мәселелерді шешуді үйренген сайын, яғни ес біліп, есейген сайын сізге жағымсыз болған әрекеттері азая бастайды. Бірақ ата-ана өмірде енді сүріп үйреніп жатқан баланың сондай болмашы әрекетін жөнге салмақ болады. Ол үшін жазалаймыз. Әлі оң солын ажырата білмейтін балаға дауыс көтеріп ұрсамыз. Неге түсінбейсің деп ренжиміз. Соның кесірінен баланың да ашуын келтіреміз. Жаман мінездерін шығарамыз. Ал шынтуайтында баланың болмашы қателіктері уақытша ғана. Оған жай түсіндіріп, тіпті көз жұма салсаңыз, бала уақыт өте келе ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзі-ақ түсінеді. Мысалы, 2 жастағы баланың қырсығуы уақытша. Қырсығу да балаға керек мінез екенін түсіну керек. Ол даму барысында қырсығу арқылы ішкі мінездің қалыптасуына көмектеседі. Анасы бұл нәрсені білетін болса, және баласының сол уақытша мінезіне ашуланбай, мейірімділік танытса, бала ол кезеңнен тезірек өтеді. Ал егер анасы «Сен қырсық болсаң, мен сенен өткен қырсықпын, білгеніңді істе» деген ұстанымда болса, онда қырсықтық баланың өмірлік мінезіне айналуы әбден мүмкін. Себебі анасының да сондай қылық танытқанын көріп, ол солай істеуге де болады деп түсінеді. Сондықтан да перзенті сондай кезеңнен өтіп жатқан аналар үшін ең керек нәрсе терең түсінік, эмпатия, мейірім, сабыр және дұрыс шешім шығара білу. Екінші ұстаным, баламның болмашы әрекеттерін бірден тоқтатуым қажет. Аналардың айғайлауына негізгі себеп сол арқылы қатені түзетемін деген пікір. Баламыз қолының майын кремге жағып жатқанын, немесе досының шашынан тартып, бауырын ұрып жатқанын көрсек, сол сәтте-ақ автоматты рефлекспен бірден айғайға басамыз. Ниетіміз қанша жерден жақсы болса да, әрекетіміз дұрыс болмағандықтан, көп жағдайда қалаған нәтижемізге қол жеткізе алмай қаламыз.
Мақсат: баланың бұзықтық әрекетін тоқтатып, үйде тыныштық орнату. Әрекет: айғайлау. Нәтиже: болмашы әрекет тоқтағанмен, енді бала жылай бастады. Себебі қорқып қалды. Әрекет: неге жылап жатырсың? деп қайтадан анасының айғайлауы. Нәтиже: бала одан әрі жылауы. Баламыздың дұрыс емес әрекет жасағанын көрген кездегі ниетіміз айғайлау емес. Сол қателікті түзету болса, біріншіден сабырлы бола білуіміз қажет. Сабырлы болуымыздың екі себебі бар. Алғашқысы шайқас немесе қаш механизмінің іске қосулы болуы. Бұлай түсіндіретін болсақ, біз өзімізді қауіп аймағында сезінсек, симпатиялық жүйке жүйеміз әрекет ете бастайды да, бойымызда адреналин бөлінеді. Бұл гормонның бөліну себебінен ақыл, түсінік, үйрену қабілеттері тыс қалып, бір сәттік шешім шығару механизмі қосылады. Дәл осы сәтте ми былай жұмыс істейді. Қазір саған қауіп төніп тұр. Қаш немесе шайқас. Қолыңнан келетін болса, шайқас. Қолыңнан келмейтін жағдай болса, қаш. Бұл механизмнің жұмысын мына бір көрініс арқылы есімізде сақтасақ болады. Елестетейікші, тып-тыныш, қап-қараңғы көшеде жүгіріп келе жатқанда, алдымыздан бізге қарай бір ит арсылдап үріп жүгірсе, не істейміз? Не тұра қашып жүгіреміз, не оны қуып жібере алатын болсақ, итке қарсы шығамыз. Таспен ұрамыз немесе кет деп сес көрсетіп, әйтеуір қорғаныс әрекетін істейміз. Дәл осы мысалды ана мен бала қарым-қатынасында қолданып көрелік. Баламызға айғайлау арқылы ол өзін қауіпті жағдайда сезінетін күйге түсіреміз. Сондықтан симпатиялық жүйке жүйесі әрекетке көшіп, сабақ алу, үйрену, түсіну сияқты қабілетті жұмысын тоқтатып, шайқас немесе қаш механизмі іске қосылады. Баламыз бір сәттік рефлекспен не қаша жөнеледі, не қолынан еш нәрсе келмейтінін түсініп пассив болады. Немесе қарсыласуға күшім жетеді деп ойлап, шабуыл жасауға дайындалады. Анасының айқайына долдана жылаумен, қарсыласып қол көтеріп, жер тепкілеп, мінез көрсетумен жауап қайтарады. Біз айғайлап жатқан уақытта, яғни баланың ойынша, бізден қауіп төніп тұрған кезде, оның миындағы үйрену қабілеті істен шығады. Сондықтан да баламызға бір нәрсені үйреткіміз келсе, тәрбиелегіміз келсе, ең алдымен міндетті түрде сабырлы болуымыз қажет. Себебі есейген баламыздың қарапайым затты істей алмауы, бір кездері біз дауыс көтеріп айғайлап, жөнді түсіндіре алмағанымыздың салдары. Екінші бір дәйек, еліктеуге тұрарлық тұлға, эталон болып қалуымыз. Біз өмірге келген сәттен бастап айналамызды танып, үздіксіз дамимыз. Адам бірден жан-жақты, потенциалы мол, қабілетті бола салмайды. Олар кішкентай кезден бері қалыптасып келе жатқан қасиеттер. Ол тек бала кезінде кішкентай, енді шығып келе жатқан дәнек күйінде десек те болады. Ата-ананың міндеті де осыдан басталады. Себебі олар әр баланың бір жұлдыз екенін ұмытпай, оның жарқырауына көмектесуі керек. Ата-ана балаға үлгі бола алуы керек. Себебі баламызға нені қалай істеу керек екенін, қандай жағдайда қалай әрекет ету керек екенін айту арқылы емес, өзіміз істеу арқылы үйретеміз. Біз балаға ашуланып, ұрысқан сайын бала да біреуге ашуланған кезінде айғайлап, ұрсып, ұруым дұрыс нәрсе екен ғой, солай істеуің керек деген ой қалыптасып нығая береді. Бұл әдеттегі ата-аналардың тыныш отырсын деп ұрсамын, бауырын ұрмасын деп ұрсамын, жақсы болсын деп ұрамын деген түсініктерінің өкінішке қарай қате екенін көрсетеді. Сол себепті аналарға әрқашан айтарым, бала ата-ананың айнасы. Бала ашуланған кезде ақымақ деп айғайласа, анасы оған ашуланған кезде дәл сол сөзді қолданады деген сөз. Сондықтан да баламыздың қатесін түзету үшін айғайлау, оған өмір бойы кез келген қателікті көрген сайын айғайлауым керек дегеннен басқа еш нәрсе үйретпейді. Үшінші ұстаным,
Балаларыма үйдегі әміршінің кім екенін көрсетейін. Кез келген отбасының өз басшысы болуы табиғи заңдылық. Үйде ережелерді шығаратын, бар жауапкершілікті арқалайтын, тексеріп отыратын ата-ана болуы керек. Қазір перзентімізді көзімнің қарашығы деп бірінші орынға қою тенденцияның кесірінен біздің ескермей, аттап өтіп кететін маңызды нүктеміз дәл осы жер. Кімге бағыну керек екені белгіленбеген үйде ата-ана мен баланың рөлі ауысып, кімнің кімге ақыл үйретуі, қандай қарым-қатынас көрсетуі керек екені түсініксіз болады. Енді қалай болуы керек? Бір жағынан, үйдегі әміршінің кім екенін белгілеу. Екінші жағынан, бала психологиясына зиян тигізбеу мүмкін бе? Иә, мүмкін. Қалай істеу керек екенін түсіну үшін алдымен үйдегі әміршінің кім екеніне тоқталайық. Үйдің әміршісі дегенді естігенде көзімізге не елестейді? Әрине, қол астындағыларға билік жүргізетін, күшімен, ықпалымен барлығын басынатын, керек болса ұрысып айғайлайтын, жаза қолданатын, үйдегілерді бір саптың бойында ұстайтын ата-ана бейнесі елестейді. Әдетте бұл дұрыс. Өзімізде де бала кезімізде әкеміздің қабақ шытқанынан қорыққанымыз жайлы естеліктер үйдің әміршісі сондай болу керек деген түсінік қалыптастырды. Алайда ата-анадан қорқу, оларға деген құрмет емес. Төмендегі мына бір мысалды талдап көрселік. Мұғалім біз тапсырманы орындамасақ, немесе дұрыс орындай алмасақ, сол үшін бүкіл сыныптың көзінше ұрсып, дәптерімізді жыртып, неткен миғұла баласың деп кемсітіп, сыныптастарымыздың көзінше масқараласа, қандай сезімде болар едік? Әрине, қорқыныш пен кек өн бойымызды билеп, сол мұғалімді жек көрер едік. Ол мұғалімнің айтқанын істер медік? Істеуіміз де, істемеуіміз де мүмкін. Не әдейі ерегісіп, орындамаймыз, айтқан сөзін құлағымызға да ілмейміз. Немесе әйтеуір бақырмасын деп істейміз. Өйтер болсақ, біз мұғалімнің айтқанын түсініп, оның пәнін жақсы көре аламыз ба? Әлбетте жоқ. Себебі ол кезде біз мұғалімді қорыққаннан сыйлаймыз. Бала мен ана қарым-қатынасында да жоғарыда келтірілген мысалға ұқсас ондаған тәжірибеге куә болдым. Ата-анасын ренжіту үшін олардың қалтасынан ақша алып, мен алмадым деп өтірік айтатын оқиғаларды талдап, олармен жұмыс істедім. Әрине, барлық отбасы бірдей емес. Бірақ осыған ұқсас әрекет істеген балалар неге ондай болды? Деген сұраққа бірақ жауап бар. Олар қорқыту, жаза қолдану тәсілімен тәрбиеленген балалар. Олай болса, балаға әміршісіз екеніңізді көрсету үшін оны қорқытудың қажеті жоқ. Керісінше оны жақсы көруіңіз және оны сезіндіруіңіз керек. Себебі адам жақсы көрген адамын үлгі тұтады. Жақсы көретін адамын ренжіткісі келмейді. Жақсы көретін адамның сөзін тыңдайды, тілін алады. Мектеп кезінде де жақсы көретін мұғаліміміздің сабағына керемет дайындалып баратынымыз секілді. Жақсы көрсек, қиынды түсініп кетеміз, тырысамыз, қажеттіні істеп, жетістіктерге де жетеміз. Жақсы көріп істеген нәрсе әрқашан жемісті болады. Айналамыздағы адамдар да шын қуанады. Үйдің әміршісі болу үшін әділ болуымыз керек. Балаларымызға тыйым салатын, жоқ болмайды дейтін нәрселеріміз расында қажет пе? Әлде өз пайдамыз үшін бе? Үйіміздің ережесін жасауда баламыздың қажеттілігі мен қызығушылығына әділетсіздік танытпауымыз керек. Бұл өте маңызды. Себебі бала ата-анасының өзінің барлық қажеттілігін, қалауын, қызығушылығы мен тырысқанын елейтінін көріп өссе, олардың қандай да бір жағдайға қатысты шешімдерінің әділ екеніне еш дауы болмайды. Анасы жоқ болмайды деген сәттерде бала ол нәрсенің шын мәнінде өзіне тиімсіз екенін оңай қабылдайды. Ондай жағдайда баланың көкейінде мынадай ой болады. Анам барлық қалауыма мән береді және оны орындау үшін қолынан келгеннің бәрін істейді.
Ал қазір жоқ дегеніне қарағанда бұл шынымен де істеуге болмайтын нәрсе болғаны ғой. Үйдегі әміршінің үшінші маңызды ерекшелігі құрметтеу. Кез келген атаның баласының жүріс-тұрысы, әрекеті мен қалауына қатысты ережесі болады. Және баласының сол ережеге сай жүргенін қалайды. Бірақ бала ол ережелерге бағынбай, олқылық істесе, оның қателігін оған ұрсып, айғайлау арқылы емес, сыйластықпен түсіндіру қажет. Бұл баланың өз шешіміне және ол шешімнің нәтижесін көруіне рұқсат беру деген сөз. Бала тамақ ішуге дастарханға келмесе, тамақ ішпесең, саған телефон жоқ деп мағынасыз тыйым салу мәселенің шешімі емес. Дұрысы баланың тағайындаған шешімнің нәтижесін өзіне көрсету. Бала тамақ ішуден бас тартса, келесі тамақ ішетін уақытқа дейін қарны ашатынын көру керек. Ал ол уақыт аралығында анасынан тамақ сұраса, ол неге шақырғанда келмейсің деп ұрыспай, бірақ бірден тамағын әзірлеп бермей, қарның ашып тұрғанын біліп тұрмын, жаңа бізбен бірге жеп алғаныңда ғой, бірақ өкінішке қарай уақыты болғанға дейін тамақ іше алмаймыз деп баланың шешімінің нәтижесін көруіне көмектеседі. Осылайша келесі жолы бала дастарханға уақытылы келмесе, нәтиженің қандай болатынын біледі де, соған қарай таңдау жасайтын болады. Қортып айтқанда, әрбір үйдің міндетті түрде бір әміршісі болуы керек, және ол атана болуы маңызды. Бірақ біздің түсінігіміздегі әмірші мейірімге толы, әділ әрі өзара сыйластық ұстанымына берік адам болып қалыптасқаны және расымен сондай болғаны жөн. Төртінші ұстаным – айғайлау зорлық көрсету емес. Зорлық деген кезде ең алдымен ойымызға таяқ жеу, шапалақ, тебу, шаштан тарту, тістеу, шымшу сияқты физикалық тұрғыда зақым келтіретін әрекеттер келеді. Яғни көпшілігіміздің зорлық-зомбылық дегенге ассоциациямыз физикалық зорлық. Ал зорлыққа толы әлем десек, көз алдымызға ең бірінші елестейтін бейне соғыс көрінісі. Сол сияқты балаға зорлық деген кезде ойымызға келетіні физикалық зорлық. Яғни шапалақпен ұру, қолын сызғышпен ұру, құлағынан тарту, шашынан тартып сүйреу, зорлау, басыну. Зорлық-зомбылыққа қарсы күресуге бүкіл ғұмырын арнаған Махатма Ганди бұған басқа бір анықтама береді. Физикалық зорлық себеп емес нәтиже. Адамда физикалық қысым жасауға апаратын үдеріс бар. Ол үдерістің жалпы атауы пассивті қысым деп аталады. Әлемдегі тыныштықты қалыптастыруымыз үшін алдымен зорлық-зомбылыққа итермелейтін, отқа май болған пассивті қысыммен шайқасуымыз қажет дейді. Сонымен Гандидің отқа май деп атаған пассивті қысым әрекеттері не екеніне көз жүгіртейік. Бұл сұрақтың жауабына үңілсек, ана болу жолында қолданып жүрген тәртіп деп ойлайтын өте көп әрекеттің шын мәнінде пассивті қысым екенін көреміз. Бұл өте үлкен мәселе. Себебі ана пассивті қысым жасаған сайын баланың ішіндегі мейірім, махаббаттан нәр алатын дән өсіп өнуін тоқтатады. Баланың нәп-нәзік жүрегін күн өткен сайын қатайта бастайды. Бұл қатаю үдерісі баланы агрессияға, қырсықтыққа, жаман әрекеттерге, ашушаң халге алып келеді. Үдеріс соңына қарай ана шыдай алмаймын, төзімім жетпейді, сөзім жетпейді деп физикалық қысымға көшеді. Осылайша анасы мен баласының арасында өз ішінде айналып келіп қайталана беретін, бітпейтін шайқас басталады. Өкінішке қарай, бұл соғыста көп жағдайда жапа шегіп, жараланатын тарап бала. Пассивті қысым дегеніміз эмоциялық тұрғыдан адам жанын жаралайтын және сол ниетпен істелетін әрекеттер деп айтуға болады. Бұл жерде мына мәселе маңызды. Әрбір эмоциялық жара зорлық немесе қысым емес. Ол адамның ондай әрекетке барардағы ниетіне байланысты. Мысалы, бала күні бойы теледидар қарағысы келеді дейік. Алайда анасы бала денсаулығы үшін оған шектеу қояды.
Оған әдетте баланың көңілі түсуі мүмкін, жылауы да ықтимал. Бала өзін солай сезінгені үшін балаға пассивті қысым көрсетілді деп айта алмаймыз. Кейде адам эмоционалды және рухани мықты болуы үшін де жан жарасын сезінуі, оны еңсеруді үйренуі қажет. Бірақ дәл осы теледидар мысалында ананың баласына көрсеткен әрекеті дөрекі болса, яғни құрметсіздікпен «саған қанша рет айттым, өшір» деп, айтқанды ұқпайтын топас деген сияқты сөйлемдерді қолданатын болса, баласын қолынан жұлқып, бар бөлмеңе деп итеріп, саған осыдан кейін теледидар тұрмақ таста жоқ деген сияқты сөздер айтып, қол көтерсе, міне, онда ол ана пассивті қысым көрсетіп тұр деген сөз. Себебі балаға нақты және сабырлы түрде жеткізуге болатын шектеуді ренжіту, физикалық күш көрсету сынды әрекеттермен көрсету қашанда дұрыс емес. Осыдан кейін баланың ішінде ешкімге қажет емеспін, үнемі мен кінәлімін деген ойлар қалыптасып, бала ұялшақ, жасық болып өседі. Бұл симптомдар бала үшін үлкен трагедия. Осыған орай пассивті қысымның не екенін нақтылау және оны көрсетпеу үшін мына ережелерді білу қажет. Ата-ананың балаға шектеу қоюы, сөгуі қалыпты нәрсе, бірақ оны көрсетудегі әрекетті ересек адамға істегенде де ыңғайсыздық тудырса, балаға да көрсетуге болмайды деген сөз. Сыйластық және сыпайылық сақталуы керек. Себебі адамның жан дүниесі үлкен-кіші деп есептелмейді. Қандай да бір әрекет ересек адамдарға бізге қалай ұнамаса, балада да сондай сезімдер тудыратынын естен шығармауымыз керек. Ал бала жүрегі тіптен нәзік. Өйткені ересек адам бір-біріне сен ақмақсың десе, екіншісі өзін-өзі қорғай алатындай физикалық және психологиялық күшті болады. Ал баланың ересек адамға әлі жетпейді. Сол себепті ана бала үшін ең маңызды тұлға. Ол не айтса да баланың болашағы үшін үлкен әсері бар. Анасы ауыр сөздер арқылы баласының жасаған қате әрекетіне пассивті қысым көрсетіп, қатерлі сезімдерді дамытады да, баланың ішінде «анам ақмақсың» деді, демек расымен де ақмақпын деген қате ұстаным тамыр жая бастайды. Расында да бала үшін анасынан артық ешкім жоқ. Олай болса, ата-аналар ересектерге қолданбайтын сөзді баласына да айтпауы қажет. Айғайлау, балаға сөз айту, кемсіту, салыстыру, балаға қажетті қажетсіз ескертулер жасау, мазақтау, жазалау, бар айтқанын жасату, баланы рухани шаршатып жіберу, көзқарасы арқылы қорқытып ұстау сияқты пассивті қысым әрекеттеріне жататын нәрселерден алыс болу. Қысым отын көсеулеп, шоқтың одан ары жануына себеп болатын барлық әрекеттен аулақ болуға тырысу керек. Осы жерде үш түрлі қысым әрекетін бір-бірінен ажырата алуымыз керек. Бермуд үштағаны: физикалық, эмоциялық, психологиялық қысым. Жоғарыда атап өткеніміздей, физикалық қысым деп адамның физиологиялық жаратылысына ұру, тебу, шымшу, шашынан тарту сияқты зақым келтіру әрекеттерін айтамыз. Бұл әрекеттер адамға тек физикалық тұрғыдан зиянын тигізіп жатқан болып көрінсе де, негізінде эмоциялық және психологиялық тұрғыдан да зиянын тигізеді. Анасынан үздіксіз таяқ жеп өскен баланың ең алдымен абыройы, ішкі мені тапталады. Психологиялық тұрғыдан ауыр тиіп, соққы алады. Оған қоса анасымен рухани байланысы үзіле бастайды. Бұл жерде негізінен баланың шапалақ жеген денесі емес, ішкі мені, жан дүниесі, жігері, анасымен байланысы, өзгеге сенім арту сезімі жараланады. Осыған орай, әрбір физикалық қысым өзімен бірге психологиялық және эмоциялық қысымды да ала келетінін ескеру қажет. Денемізге еш зақым келмесе де, кейде сезімімізге тиетін қысым түрлері бар. Анасының баласына «енді сенің анаң болмайым, шаршадым сенен, ренжідім саған» деп айтуы денемізді ауыртпауы мүмкін, бірақ жүрегімізді жаралап, көңілімізге дақ түсіретіні анық. Бұл эмоциялық қысым
Баланың бойындағы өзін бағаламау, кінәлі сезіну, өз-өзіне көңілі толмау сияқты сезімдердің туындауына себеп болады. Анасымен байланысы да дәл ортасынан қақ айырылғандай сезіледі. Міне, осыны эмоциялық қысым деп айтады. Сонымен қатар психологиялық қысым да бар. Бұл жолы да жапа шегетін денеміз емес, жан дүниеміз. Жалпы физикалық қысым болсын, психологиялық қысым болсын, жеме-жемге келгенде ауыр соққы алып, қирап, түтіліп кететін психологиялық саулық. Тағы да дәл осылай қайталасаң, аяқ қолыңды сындырамын, сені көшедегі қайыршыларға беріп жіберемін, бауырыңды ұратын болсаң, оңбай таяқ жейсің сияқты сөйлемдер адам психологиясында өшпес із қалдырады. Адамға рухани жара, травма қалдырады. Кейбір аналар ондай сөздерді айтқанмен, бәрібір оны істемейміз ғой деп ақталып жатады. Алайда ол әрекетті істемесе де, істеймін деп қорқытуы да қысым болып саналады. Бұл террористердің шекемізге тапанша тақап тұрып, айтқанымды орында, әйтпесе атып өлтіремін деп қорқытуына ұқсайды. Өлтірмейтін болса да, өлтіремін деп қорқыту әрекеті психологиялық қысым. Кез келген қысым көріп өскен балаларға тән 3 түрлі әрекет жиынтығы бар. Бірінші, еш мінез көрсетпей, мүлтіксіз бағыну, яғни тәртіпті бала. Екінші, агрессивті бұзақылық, бүлікшіл бала. Үшінші, мүлдем айтқанды тыңдамау, тіл алмау. Бала бойында осы әрекеттердің көрініс табуы, оның ата-ана тұрғысынан психологиялық, физикалық қысым көргенінің айғағы бола алады. Сол себепті баланың психологиялық дені сау болғанын қаласаңыз, кез келген қысымның түрінен аулақ болған жөн. Бесінші ұстаным. Балалар үлкен адам сияқты болуы керек. Жылдар бойы аналардың проблема деп жүрген әрекеттеріне көз салып, зерделеп қарағанымда түсінгенім, көбіміз балалық дегеннің не екенін білмейді екенбіз. Жалпы, бала дегеніміз қандай әлем, қандай нәрселерді істей алады, сезімдерін қалай жеткізеді, әрі неге мұқтаж деп сұрақ қойып, баланың тұтас тағдырының жауапкершілігін арқалап жүргенімізді толық түсінбейміз. Себебі біздің проблема деп жүргеніміз баланың тым белсенді болуы, қырсығуы, заттарды шашуы, өз айтқанынан қайтпауы, бір сұрақты 1000 рет қоюы, жоқ дегенді түсінбеуі, бауырымен төбелесуі, ұйықтамаймын деп жер тепкілеп жылауы сияқты әрекеттер. Ал оның бәрі кез келген балаға тән. Жалпы балалық шақтың ең негізгі қасиеттері екенін ұмытып кетеміз. Бәріміз де бала болдық, және осы сынды әрекеттерді істедік. Жерге сүт төктік, үлкендердің әкеліп бер деген затын сындырып, шағып бүлдірдік. Бауырларымызбен төбелестік, ойыншықты бөліспедік, уақытылы ұйықтамаймыз деп қырсықтық, жыладық, тартпаларды ақтарып, дорбалардың ішін қопардық, қабырғаға сурет салдық, боядық. Бір кездері біз де бала болдық. Бірақ өкінішке қарай, қабағынан қар жауған әке мен анаға айналдық. Баламызға ұрыспаудың жолдарын іздемес бұрын, әуелі бала болудың не екенін қайта еске түсірейікші. Балалар жылайды. Жылау баланың байланыс құралы. Бала ренжігенде, қалағаны болмағанда, ашуланғанда, өзін жаман сезінгенде, қорыққан кезде, ұйқысы келгенде, қарны ашқанда жылайды. Бұл қалыпты жағдай. Тіпті бұл құбылыстың болғанына аналар шүкір етуі керек. Толық сөйлей алмайтын, ойын жеткізе алмайтын бала жылайды алмаса, оның көңіл күйін, жағдайын, денсаулығын, қажеттіліктерін біле алмастай едік. Ал енді не нәрсені дұрыс істемейді екенбіз. Назар аударайық. Біріншіден, балаға жап аузыңды деп сезімі мен эмоциясын шығаруға кедергі келтіру. Екіншіден, жылаған кезде жоқ, болмайды деп тыюға тырысып, бірақ артынан ал жарайды деп рұқсат бере салу. Мұны көрген бала бір нәрсені қатты қалағанда біраз жыласам,
бәрібір рұқсат бере салады. Сондықтан жылап сұрауым керек деп ойлайды. Осындай әрекет арқылы анасы баласының жылап сұрау әдетін қалай қалыптастырып қоятынын өзі де білмей қалады. Балалар заттарын шашады, бәрін ақтарады. Кез келген адамның бойында бар, бірақ өсе келе азайып, немесе жоғалып кететін қасиет болады. Ол қызығушылық. Балаға барлық нәрсе қызық. Бір нәрсе істеп көргілері келеді. Аузына салады, тануға тырысады. Дәмін, неден жасалғанын білгісі келеді. Бұл қызығушылығының шектен тыс болуы бұзық бала деген сөз емес. Керісінше, шашу, ақтару баланың үйрену жолының бастауы десек болады. Бала қаншалықты көп ақтарып шашса, соншалықты көп біледі, дамиды және өседі. Өмірде тәжірибелі болады. Балалар қырсығады. Аналарға әрқашан айтатыным, балаңызға қырсықпаңыздар, бәрібір жеңілесіздер. Себебі баланың қырсығуы дегеніміз оның тұлғасының қалыптасуы, ішкі қалауын түсініп, соны талап етуге деген алғашқы қадамы. Яғни қырсығу түсінігін олар, мен өзімнің жеке тұлға екенімді түсіндім. Сізге жоқ деп айтуды, әрі өз таңдауымды жасауды үйренгім келеді. Осылайша мен өсемін деп қабылдайды деген сөз. Сондықтан балалар өз шешімінен бас тартпауы үшін барлық жолды қарастырып көреді. Ашуланады, жылайды, жер тепкілейді, қырсығады. Ал біз аналар баламыздың қырсығу әрекетін мені ренжіту үшін, ашуландыру үшін жасайды осы деп түсінеміз. Ал негізінде қазір балам тұлға ретінде қалыптасып келе жатыр ғой деп қабылдап, сабырлы да мейірімді бола түсуіміз керек. Балалар сындырады, төгеді, бұлғайды. Бала ересек емес екенін жиі ұмытамыз. Ересек адам бойынан табылатын қабілеттерді, нәтижені алдын ала болжай алуды, тәртіпті кішкентай баладан күтуіміз орынсыз. Баланың бұл әлемді жаңадан танып білуі үшін оған орта дайындауымыз қажет. Мысалы, бала өскенше тез сынатын, қымбат заттардың жақын жерде тұрмауына мән беруіміз қажет. Біз ересек болғандықтан кейбір заттардың сынғыш, қатты, ауыр, майлы екенін білеміз, ал бала білмейді. Балалар сезімдерін басқара алмайды. 7 жасына дейін балаларда ми бөлігінің сол жақ жартышары дамымайды. Оң жақ жартышары белсенді болған балалар сезімдерін басқаруда логикалық тұрғыдан толық ойлай алмайды. 5 жастан кейін жайлап дами бастаған сол жақ жартышармен бірге эмпатия, логикалық ойлау, көну сияқты қасиеттер дами бастайды. Осы нейрологиялық себептерден балаларда 7 жаста дейін регуляция қасиеті болмайды. Яғни, болмашы бір сезім сезінген кезінде онымен қалай жұмыс істеу керегін білмейді. Әрі оқиғаларды жете түсінбегендіктен ішкі сезімін теріс әрекеттерімен сыртқа шығаруға тырысады. Кез келген ана бір кездері бала болған. Ал сол ананың тәрбиелеп отырған баласы әлі үлкен кісі болған жоқ. Сондықтан кезінде өзіміз де бала болған соң, балаға түсіністік пен сабырлық таныту керек. Бұл жерде ең маңыздысы ананың сабырлы болуы. Егер бала ашуланған кезде анасы да ашуланса, онда үйдегі тыныштық үшін кім жауап береді? Балалар ұйықтамаймын деп қырсығады. 1 жасынан асқан балаларда ұйқы тәртібінде өзгерістер, ұйықтамау үшін қырсығу сияқты жағдайлар кездеседі. Мұның себебі тануым, білуім керек үлкен әлем бар кезде неге ұйықтауым керек деген түсінігі. Бала ойынды, ақтарып қопаруды, жаңадан бір нәрсе үйренуді тастап, ұйқыға кеткісі келмейді. Бұл әр отбасында кезігетін қалыпты жағдай. Сонымен қатар анда-санда балалардың ұйықтамау үшін қырсығатын уақыттары да болады. Дәл бізде ересек адамдарда болғаны сияқты. Балаларда да уақытша ұйқысыздық болуы мүмкін. Немесе керісінше шамадан тыс көп ұйықтаулары да мүмкін. Балалар ойнайды. Ойын баланың тілі. Құстар қалай ұшатын болса,
балықтар қалай жүзетін болса, балалар да дәл солай жаратылысы мен табиғатына тән ойнаумен жетіледі. Ойнау арқылы үлкен өмірге қадам басады. Сол себепті ата-аналардың негізгі міндеті баланың ойнайтын ортасына қажет ойыншықтарына немқұрайлы қарамау және ойынның өзін бос уақыт өткізу деп қабылдамау. Балалар да адам. Балалар да келешектің ересек адамдары. Дәл біз сияқты олардың да өзіне тән проблемалары, қателіктері, қолдарынан келмейтін істері, шеше алмай жатқан мәселелері бар. Сол себепті баладан міндетті тұрақтылық деген нәрсені күтпеуіміз керек. Кей кездерде солай болып тұрады. Енді деген жағдайларға жол беруіміз де орынды. Тамақтану тәртібі қалыптасқан баланың анда-санда тәбеті болмаса, кейде зиянды тамақтар жесе, немесе кейде теледидардың алдында отырып тамақ жегісі келсе, рұқсат беруіміз керек. Себебі біздің өзіміз де анда-санда өмірімізде кішігірім өзгерістердің болып тұрғанын қалаймыз. Бұл барша адамға тән құбылыс. Бұл жердегі негізгі мәселе күнделікті әрекеттің қандай екенінде. Егер күнделікті әрекетіміз дұрыс болса, анда-санда еркелікке ерік бергенде тұрған ештеңе жоқ. Бұл әрекет баланың дамуына зиянын тигізбейді. Балалар бұзықтық жасамауы керек. Сізге қызық бір нәрсе айтайын ба? Негізі балалар бұзықтық жасамайды. Неге дейсіз ғой? Себебі біз баланың қандай да бір әрекетке баруының себеп-салдарын білмегеніміз үшін, ол әрекет пен оның нәтижесі бізге ұнамағаны үшін оны бұзықтық деп санаймыз. Бала ешқашан бұзықтықты істейін деп әдейілеп істемейді. Кез келген әрекеттің себебі және әрекетті орындау арқылы қол жеткізгісі келген нәтижесі бар. Балалар көп жағдайда қызығушылық танытады. Ақтарады, қопарады, жылайды, барлық нәрсені ұстап көреді. Үстелдің үстіндегі тосапты кілемге төгеді де, үстіне жағып көреді. Көңіл көтергісі келеді де, үйді ғана емес, ас үйдегі ұнды да шашады, басына төңкереді. Сізге көмектескісі келіп, сарымайды сабын деп ойлап, кілемге жағады. Сіз сияқты боянғысы келіп, опадалаппен өзінде айналасында бояйды. Ал біз аналар бұл әрекеттерді көргенде, «Әй, сен де бұзықтық жасайсың да жүресің, тұр бұлай», деп ұрсамыз. Атана әдетте не дейді? Ендігәрі бұлай істеме. Ал баланың әрекеті қателік емес, тек нәтижесі қате екенін ешкім түсіндіріп жатпайды. Бала сондықтан өзінің бүкіл әрекеті не істесе де, қалай істесе де дұрыс емес деп ойлайды. Біз сармайды кілемге жаққанына енді олай істеме дейміз. Ал бала маған көмектеспе деп ұрсып жатыр деп қабылдайды. Бұл әрекетіміз бала бойындағы жақсы қасиеттің дамуына кедергі болады. Сондықтан баламызға ашуланбас бұрын баланың ниеті туралы жақсылап ойлануымыз керек. Айқайға салмай, сабырмен, ұстамдылықпен, өзімізді тежеп, «Неге олай істедің балам?» деп сұрау жеткілікті. Себебі көп жағдайда баладан алатын жауабымыз кіршіксіз әрі шынайы болатындықтан ақ ашу-ызамыз тез тарқап кетеді. Бір досым бірнеше жыл бұрын бір оқиғасын айтып берген еді. Рамазан айы, ауызашарға қонақтар келетін болды. Таңертеңнен бастап үй жинау, тамақ, дастархан дайындығы деп қатты шаршап, шапқылап жүрдім. Ас бөлмеде соңғы дайындықтарымды аяқтағалы жатқанымда 5 жастағы қызымның тым-тырыс болып қалғанын байқадым. Ішімнен, «Құдайым-ау, бір нәрсе бүлдіріп жатқан шығар» деп ойлап, қорыққаннан көзімді тарс жұмып залға кірдім. Не істеп жатыр дейсіз ғой? Қолына халваның дорбасымен алып, барлық диван, кілем, орындыққа жағып шыққан. Дәл сол жерде қаным басыма шапты. Сәлден кейін қонақтар келеді. Үлгермей жатқаныммен қоймай, енді бұл бұлықты тазалауым керек. Дәл сол жерде үйді басыма көтеріп айғайлайын деп тұрып, өзімді әрең дегенде тоқтаттым. Қызымның алдына келіп, иіліп, көзіне қарадым. «Қызым, білесің, біраздан кейін үйге қонақтар келеді. Неге бұлай істейсің?» дедім. Қызым мүдірместен, еш жаман ойсыз, «Анашым,
Сіз торт пісіргенде торттың үстін безендіресіз ғой. Дәл солай мен де қонақтар үйге келмей тұрып, барлық жерді безендіргім келді деді. Сол кезде қызыма босқа айғайлап ұрыспағаным үшін шүкір дедім. Себебі қызым мұны мені ренжіту үшін емес, үйді безендіргісі келгені үшін істеген еді. Балалар дүниеге мінез құлық нормалар мен ережелерін біліп келмейді, бізден үйренеді. Сол үдеріс барысында өте көп тәжірибеден өтеді, қателіктер жібереді. Ата-ана ретінде сол уақытта баламызға жөн сілтеп, дұрыс пен бұрысты ажыратып, оң солын тануы үшін мүмкіндік беріп, балаға көңіл бөлу және ұстамды болу біздің ата-аналық міндетіміз. Расында да, ата-бабамыздың 100 рет айтқанша, 1 рет көрсет деп бекер айтпағанын түсінеміз. Егер үйімізде баламызға 1000 рет айтамын, сонда да тіл алмайды деп көп айтатын болсақ, ол біздің балаға бірдеңені қалай дұрыс істеу керек екенін мүлдем көрсетпейтініміздің, балаға қайта-қайта қателесуге мүмкіндік беретініміздің көрінісі. Балам мені жынды қылғысы келеді. Осы жаңсақ сенім бізде қайдан пайда болды? Шынымды айтсам, жауабы маған өте қызық. Себебі көбіміз балам мені жынды қылу үшін істейді, әдейі мені ашуландыру үшін жасайды сияқты сөйлемдерді қолданып жатамыз. Балалар біздің шыдамымыздың шегін сынап көреді, қызу қандылығымызды тексереді, әртүрлі шешімге қатысты эмоциямызды бақылайды. Алайда мұның барлығын анасын жынды қылу үшін жасамайды. Педагогикада жиі айтылатын ережеге бағынбайтын бала болмайды, дұрыс тәртіп ережесін құра алмайтын ата-ана болады деген қағиданың мәнін түсінеміз. Асылында ешбір бала анам айғайласын, маған ұрыссын, мені ұрыссын, жазаласын демейді. Ешқандай бала ашудың соңында болатын нәтижені ойламайды. Ата-анасының көңіл бөлуіне мұқтаж бала бұл көңіл бөлуді позитивті тұрғыдан ала алмаса, негативті жолдармен алуға мәжбүр болады. Содан кейін балалар бейсаналы тұрғыда сіздің айналысып жатқан кез келген ісіңізді тастай салып, дереу оған көңіл аударатыныңызды, бар махаббатыңызды арнайтыныңызды біледі. Сіздің көңіл бөлгеніңізді қалаған кезде осы әрекеттерді жасайды. Егер анасының көңіл аудартудың жалғыз жолы ашуын келтіру болса, онда бұзықтық пен тәртіпсіздік істеу оның күнделікті ісіне айналады. Осылайша ана мен бала арасындағы бұл құбылыс өз ішінде айналмақ болады. Бала бұзықтық жасайды, анасы ұрсады. Баласы одан да көп бұзықтық жасайды, анасы одан да қатты ұрсып айғайлайды. Баланың теріс бұзық әрекеттерін тоқтатпасам, адамдар мені жаман ана деп ойлап қалады. Сіз балаңызбен бірге саябаққа бардыңыз делік. Балаңыз ойнап жүр, барлығы ойдағыдай. Кенет оның басқа бір баланы ұрып жібергенін көрдіңіз. Әлгі бала жылай бастады. Саябақтың арғы жағында отырған баланың анасы жүгіріп келіп, мән-жайды біледі. Баласына «Сені кім ұрды, көрсет, қане?» дегенде, ол сіздің балаңызды саусағымен көрсетіп тұр. Қандай сезімде боласыз және балаңызға не істер едіңіз? Сауда-саттық орталығына бардыңыз делік. Ойыншық дүкенінің алдынан өтіп бара жатқанда, балаңыз сүйікті мультфильмінің кейіпкерін көріп қалады. Сіз оны сатып әперуден бас тартқанмен, балаңыз қоймай жылап тұр. Оның көңілін қимайсыз, бірақ расымен ақшаңыз жетпей тұр. Балаңыз жер тепкілеп жылай бастады. Барлығы екеуіңізге қарап тұр. Не сезінер едіңіз және балаңызға қалай қарайтын едіңіз? Жылдар бойы аналармен жұмыс істеп жүріп, олардың бала тәрбиесінде негативті тәсілдерді қолдануының себептерін айқындадым. Сыйлы қонақтың көзінше жасаған бұзықтықтар, өзге біреудің айтқан ескертуі, баланың көшедегі қырсықтығы, дүкенде жер тепкілеп жылағаны, тағы да басқа осы секілді оқиғалар жүйке жүйеңізге тиетіні айдан анық. Бірақ біз баламыздың сондай әр қылығына бірдей ашуланбаймыз ғой. Бірақ біреудің көзінше орын алған жайттарға ызалануымызға тек бала кінәлі емес екенін
түсінуге болады. Бұл оқиғада бізден, аналардан негативті эмоциялардың шығуына басты себеп «мына жұрт не дейді?» деген ой. Саябақта, аулада, сауда-саттық орталықтарында, қонақта, көршінің жанында баламыз теріс бір әрекет істесе, баламыздың әрекетінен бұрын өзіміздің ішіміздегі ұят оянады. Ұят өте ауыр сезім. Көп жағдайда ол сезімді арқалап жүру қиынға соғады. Сондықтан да сол жүкті балаға аударып, басқаларға бәріне кінәлі бала екенін көрсетуге тырысамыз. Дәл сол жерде ел жұртқа дәлелдегіміз келетін негізгі нәрсе, балам бұзықтық істесе де мені тыңдайды. Негізгі күш менде. Мен жаман ана емеспін. Барлығын бақылап отырмын. Мені жаман деп ойлап қалмаңдар. Бұл жерде оқиғаның трагикомедиялық тұсы байқалады. Баламызға ұрса бастағанда өзімізді жаңағыдан да жаман сезінеміз. Сондықтан да айғайлай бастаған кезімізде ел жұрт мені баласына ұрсатын жаман ана екен деп ойлап қалатын болды-ау деген ішкі бейсеналы сигналмен одан ары ашулана түсеміз. Осылайша баламызға еселеп ызаланамыз. Барлық дисциплина, құрмет, түсініктеріміз жермен-жексен болады да, сол жайсыз сезімнің жетегімен баламызды өзіміз-ақ тоқпақтай жөнелеміз. Алайда ешқандай ана дәл осындай жағдайыңыз үшін сізді жаман ана деп айтпайды. Өйткені өзі де дәл соған ұқсас оқиғаларды бастан өткереді. Бала тәрбиелеу барысында осындай келеңсіздіктердің болып тұратынын да жақсы біледі. Әлі ана болмаған және біз аналар жайында дұрыс емес ойда қалатын қыздарға айтарымыз, өзіңіз ол орында болып көрмегендіктен біреу туралы асылық айтып, сырттай қорытынды жасамаңыз. Бір күні сіздер де ана атанасыздар. Дүкендегі бала мен ана арасындағы шайқастың басты кейіпкеріне қалай айналғандарыңызды байқамай қаласыздар. Осыған байланысты баламыздың еркелігін бақылауда ұстай алуымыз үшін ең алдымен өзіміз ұстамды болуымыз қажет. Мұны істеу үшін өзімізге мынадай сұрақ қойғанымыз жөн. Басқа біреулердің мен жайлы не ойлайтыны маңызды ма? Әлде баламмен қарым-қатынасым маңызды ма? Егер екіншісін маңызды деп тапсаңыз, онда дұрыс таңдау жасадыңыз. Себебі бұл таңдаудан кейін миыңыз бөтен адамдарды елемей, балаға қалайда дұрыс тәрбие беремін деген ниет пайда болады. Жер тепкілеп, мына ойыншықты аламын деп жылап жатқан балаңыздың жанына отырып, құлыным, бері қарашы, көңіл күйің түсіп тұр, сені түсініп тұрмын балапаным. Саған осы ойыншықты алып бере алмай тұрғаным үшін мен де өзімді жаман сезінемін. Келесі жолы алып беремін. Ал қазір жылағаныңды тоқтатшы, өтінемін. Одан да саябаққа барып ойнайық деген сөйлеміңізді жақсы нотамен аяқтасақ, баланы басқа қызық нәрсемен алдарқатуға болады. Немесе баламыз досымен келіспей қалып, оны ұрып жіберсе, бір нәрсеге ашуланып тұрғаныңды білемін. Бірақ ашулану басқаларды ұру деген сөз емес қой. Кел, одан да доп ойнайықшы деп балаға жөн көрсетуге болады. Тек сабырлы қалпымыздың өзі баламызға ұрсып, ұрудан, қорқытудан мың есе жақсы. Кейде балаларға бір нәрсені орындату үшін 10 рет жайлап айтамыз, бірақ істемейді. 11-ші рет айғайлап айтқанымызда ғана жүгіріп істеп жүргенін көреміз. Сондықтан да мен айғайламасам балалар тіл алмайды. Тек сөйтсем ғана сөзім өтеді деген түсінік қалыптасып қалады. Алайда баланың айқайсыз тіл алмауының себебі жай сөйлегенде болмашы қорқытулар айту. Расында да көбіміз балаларымыз дұрыс емес әрекет көрсете бастаған алғашқы уақыттарда қорқытып шарт қоямыз. Бауырыңа тиісуді қоймасаң, екінші рет планшет бермеймін. Бала анасының мұны істемейтінін біледі. Немесе, айтқанды тыңдамасаң, дәрігерге беріп жіберемін. Ендігәрі бұлай істейтін болсаң, сенің анаң болмай қоямын. Тез-тез тамағыңды же, әйтпесе күні бойы саған тамақ жоқ, деп айтарын айтып алып, 5 минут өтер өтпестен оған нанға май жағып бергенде
баламыздың бойындағы ережелерге бағыну, мойынсыну қасиеті жойыла бастайды. Өмір сүру барысында осындай нәтижесіз қорқытулар қаншалықты көп болса, сөзіміз күшін соншалықты жоғалта бастайды. Сосын 1000 рет айтсам да тіл алмайды деп айғайлайтын аналарға айналамыз. Балаға берген бұйрығымыз мәнсіз және жағдай мен адамға қарай өзгеріп отыратын болса, біз расымен ұрысқақ анаға айналамыз. Себебі баламыздың бойындағы ата-ананы тыңдау қасиетін өзіміз өз қолымызбен азайтамыз. Мысалы, анасы баласына «Қане балам, мектепке баратын уақыт болды» деген кезде теледидарды өшір, мектеп формасын ки, сөмкеңді жина, сырт киіміңді ки және жалпы мектепке шығуға дайындал дегенді меңзеп тұруы мүмкін. Ана бір ауыз сөзбен ақ баланың осы әрекеттің барлығын орындауын қалайды. Ал баламыз бұл сөзден тек теледидарды өшір дегенді ұғып, «Қазір өшіремін анашым» деп жауап беруі мүмкін. Бұл да бізді аналарды ашуландырып, соңы айқай-шуға ұласуы ықтимал. Ал егер анасы баласының көзіне қарап тұрып, нақты әрі мейіріммен «Балам, үйден шығып мектепке баруымызға 10-15 минут қана уақытымыз бар. Теледидарды өшіріп, киіміңді ауыстырып, сөмкеңді дайындай ғой» десек, бала анасының өзінен не күтіп тұрғанын анық естиді және барлығын орындауға тырысады. Мен балам үшін өзімді құрбан еткен едім. Көп ата-ана баласы өзіне қарыздар деп ойлайды. Мен балам үшін не жасамадым? Өзім жемесем де балам жесін деп, өзім кимесем де балам кисін дедім. Сияқты сөздердің астарында перзенті үшін жанкештілік көрсеткенін меңзейді. Яғни, баламды дұрыс адам ретінде тәрбиелеу үшін бармаған жерім, баспаған тауым жоқ деген ойды жеткізеді. Бұл ой балаға ата-анасына қарыздар екенін сезіндіреді. Осылай ойлайтын ата-ананың көптігі сонша, тіпті олардікі дұрыс деп қолдауымыз мүмкін. Бірақ асылында бұл жаңсақ пікір. Барлық ата-ана баласы үшін өз өмірін құрбан етеді және қолынан келгеннің бәрін істейді. Бірақ баланың өмірге келуі ата-ананың таңдауы мен қалауы. Бала өмірге келу-келмеу туралы таңдауды жасаған жоқ. Бірақ біз ата-ана болу шешімін қабылдадық. Сондықтан да дүниеге келу үдерісіндегі жауапкершілікті де бала өз мойнына алмайды. Бұл ата-ананың жауапкершілігі мен міндеті. Әрине, бұл дегеніміз біз бала үшін бәрін істейік, бетінен қақпайық, жұрдай жоғарылайық, ал бала бетімен кетсін деген сөз емес. Қайта, егер сіз перзентіңізге бар мейірім мен махаббатыңызды арнап, көңіл бөліп, ұрыс-керіссіз саналы тәрбие берсеңіз, сіздің еңбегіңіз қартайған шағыңызда балаңыздың қамқорлығы болып қайтады. Сізді алақанына салып аялайды. Осылайша, барлық адамда болуға тиіс жақыныңа қамқор болу қасиетінің кішкентай дәнегі егіледі. Бүр жарып өседі, жайқалады. Мұның бәрі сіздің дұрыс тәрбиеңіздің жемісі. Балаға үйретіп, беріп жатқан барлық нәрсе үшін бала бізге қарыздар емес. Өйткені ата-ана болу, баланың бар мұқтаждығын шамасы жеткенше өтеу, оның физикалық, психикалық, моральдық саулығына жауап беру, әрі оларды болашақта өз беттерінше өмір сүруге үйрету. Анасы емеспін бе? Балама ұрыссам да жақсы көремін. Баламызға ойымызға келген құбылмалы қарым-қатынас жасау бізді болмашы нәрсеге айғайлайтын, қысым көрсететін, үйдің тыныштығын астан-кестен қылатын ана атануға алып барады. Себебі мен анамын, ойыма не келеді соны істеймін деп ойлаймыз. Баласын ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайды екен деген түсінік те бізге осыны көрсетеді. Өкінішке қарай, бұл қате түсінік. Ол баланың иесі сенсің, ол сенің жекеменшігің, қалағаныңдай қатынас жасай бер ұғымына алып келеді. Былайша айтқанда, ана болу дегеніміз аманат арқалау деген сөз. Баланы дүниеге алып келген ата-ана болсақ та, балаларымыз біздің меншігіміз емес. Баланы дүниеге әкелген біз болғанмен, олар біздің жекеменшік затымыз емес.
Бұл түсінік баламызбен қарым-қатынасымыздағы байланысымызды түп тамырымен өзгертеді. Мысалы, досыңыз демалысқа кетіп бара жатып, сізге гүлдерін тастап кетеді де, күнге қойшы, күн көзін көрсін, күн сайын суғар, десе, гүлі солып қалмасын деп біз де досымыздың айтқанын істеп, аманатын орындаймыз. Өйткені досымыздың демалыстан қайтатынын және бізден гүліме қалай қарадың деп сұрайтынын білеміз. Бала тәрбиесінде де дәл солай. Бала да өз алдына тұлға, бізге берілген аманат. Соны түсінген ана ғана баласына жасаған әрекеттерін саналы түрде ойланады. Перзенті үшін жауапты екенін, қоғамның бір мүшесін, тұлғаны өсіріп жатқанын түсініп, оның тәрбиесіне жауапкершілікпен қарайды. Баламның еркелігін көтере берсем, өмір бақи соған үйреніп қалады. Біз, ата-аналар жалпы, баламыздың бойында пайда болатын қуану, ренжу, ашулану, қапалану секілді әрқилы сезімдерін түсініп, қабылдау барысында қиындықтармен бетпе-бет келіп жатамыз. Көңіл күй бақылауға келмейтін, әрі тез өзгере салатын дүние емес. Біз баланың көңіл күйін жете түсіне алмасақ та, оның сезімін елеусіз қалдырмауымыз керек. Ол баланың сана сезімінде «анам мені мүлде түсінбейді» деген өкініш пен ренішке толы түсінік пайда болады. Біз бала тәрбиесінде мынадай қате пайымдар жасаймыз. Жігіт деген жыламайды. Жігіт емессің ба? Не болды? Бір ойыншық үшін осыншама жылауға бола ма екен? Жылау, бауырыңнан қызғануға бола ма? Оны жақсы көруге тиіссің. Мектепті жек көремін деуге бола ма? Кейін оқымай, еден жуып жүргің келе ме? Үлкен жігіт болдың ғой, әлі жалғыз жатуға қорқасың ба? Біз бұл сөзбен баламызды жақсы нәрсеге үйретіп жатырмыз деп ойлаймыз. Оңбай құлап, бір жерін ауыртқан баламызға жылайтын нәрсе ме деп айтсақ, ауырғанын ұмытып кетеді деп ойлаймыз. Алайда біздің бұл әрекетіміз әдетте парадоксқа айналады. Бала құлап қалады да жылай бастайды. Анасы, жігіт деген жылай ма екен? Болды, аңырама, деп айтады. Баласы әлі де қатты ауырып тұрғанын білдіру үшін одан да қаттырақ жылай түседі. Анасы одан бетер ашуланады. Біраз уақыт өте, бала ауырғанын ұмытса да, оны ешкім түсінбегені үшін, әрі мүлдем елемегені ештеңе емес, тіпті ұрсып айғайлағаны үшін жылайды. Баланың ішкі жан дүниесінде болып жатқан қорқу, ашулану, қызғану, ренжу сияқты сезімдерді үлкендер маңызды деп қабылдамайды. Бірақ бала әрекетінен осы іспеттес, бірақ уақытша сезімдерді байқасақ, ол бір мезеттік көңіл күй көрінісі екенін ұмытып, өмір бойына қалыптасып қалатын мінез құлық деп қорқамыз. Мысалы, бала інісіне ашуланып жай ғана «бауырымды жек көремін» деп айта салуы мүмкін. Ол оның уақытша сезімі ғана. Анасы бірден «жоқ, олай айтушы болма, бауырыңды жақсы көруің керек» деп, баласы бауырын жек көретін адам болып кетуінен қорқып тыйып тастайды. Ал баласының неліктен олай айтқанын, оның ашуы мен ренішін білгісі де келмейді. Сол сияқты бала қараңғыдан қорқса, қараңғыда қорқатын еш нәрсе жоқ дейді. Бұл да баласы қорқақ болып қалама деген күдіктен айтылады. Бірақ сезімдер әдетте уақытша, адам бойында қасиет ретінде қалыптасып қалмайды. Тіпті қорқыныш әдет болып қалыптасса да, ол болмашы ғана нәрсе болады, жалпыланбайды. Мысалы, мен тек өрмекшіден қорқуым мүмкін, алайда ол жалпы қорқақ адаммын деген сөз емес. Бұл тек өрмекшіден қорқатынымды, сондай фобиям бар екенін білдіреді. Міне, бір ғана нәрседен қорқу мен жалпы мағынада қорқақ болудың арасында өте үлкен айырмашылық бар. Осыны түсініп, баланың болмашыда үлкен де сезімдеріне мән беріп, баланы ол сезімдерді сезінген үшін жазғыруды, тыйып тастауды қоюы керек. Сол сәттегі бір нәрседен қорыққанын, құлаған кезде ауырсынғанын, досы үйіне ертерек қайтып кеткені үшін көңіл күйе түскенін, өзіне көңіл бөлінбей қалғаны үшін бауырынан бәрін қызғанғанын, анасы жоқ дегенде ренжігенін,
немесе ашуланғанын барынша түсініп, қабылдай алуымыз баланы тыныштандырады. Тезірек жұбануына көмектеседі. Баласы сол арқылы анасы оны түсінгенін, оның сезімдері елеусіз қалмағанын, сонымен қатар өзінің ішкі тыныштығын сезінеді. Сондай-ақ баланың көңіл күйін түсініксіз және қажетсіз деп есептеу балаға орынсыз айғайлауға себеп болады. Біз ересек болғандықтан, осыншама жылайтын не бар? Тұрда ал енді не болды сонша жылап? Деп жекіп сөйлейміз. Бізге болмашы нәрсе болғанмен, бала үшін үлкен трагедия екенін түсінбейміз. Егер балаға ол маңызды болмаса, ондай эмоциялар шығармайтын еді. Өмірде одан да үлкен мәселелер бар. Сенің жылап тұрғаның түкке керексіз нәрсе деген пікір арқылы баланы кемсітеміз, елемейміз. Осылайша бала ішкі күйін түсіндіре алмайды, айтқанын жеткізе алмайды. Бәрібір мені ешкім тыңдамайды деген ой қалыптасады. Ешкім мені тыңдамайды деп өскен бала өзін естірту үшін ашуланады, әдейі бұзақылық істейді. Бұған әрине ана да ашуланады. Балам мені түсінуі және мен сезінген нәрсені сезінуі керек. Әр адамның өмірге қарайтын өз терезесі бар. Терезеден көрінетін көрініс бірдей болса да, біреуі раушан гүлдерін, енді біреуі тікен жапырақтарын көреді. Тіпті біреуге бақшаның арғы жағынан қоқыс жәшігі көрінуі мүмкін. Ана мен бала арасындағы ұрыс-керістің себебі де осы. Баламыз өз түсінігін, ойын, көзқарасын ұмытып, біздің пікірімізді дұрыс деп қабылдағанын қалаймыз. Өз ойымызды өмірдің кәміл шындығы деп ойлаймыз. Сондықтан да ана мен бала қарым-қатынасында мынадай жағдайларға тап боламыз. Дастархан басында: ана, тамағымен ойнамай тауысып же. Бала: тойдым. Ана: 2 қасық сорпа, 1 тілім нанға адам тоймайды. Жеп тауыспасаң, саған планшет жоқ. Баланың бұдан түсінгені: тойған-тоймағаныңды сен білмейсің. Саған нені, қашан және қанша жеу керек екенін мен айтамын. Ұйықтар алдында: ана, тағы да шұлығыңды шешіп тастапсың, аяғың тоңады, ки деймін. Бала: маған ыстық қой, терлеп тұрмын. Ана: ыстық деген нес? Еден салқын, аяғыңнан сыз өтеді. Бала: анашым. Анасы: болды, сөз қайтарма. Аяқтан салқын тигеннен жаман еш нәрсе жоқ. Ертең түкке жарамсыз болып қаласың. Баланың бұдан түсінгені: тоңған-тоңбағаныңды сен білмейсің. Мен суық десем, суық деген сөз. Сен сезініп тұрғаныңды емес, менің айтқанымды істе. Тапсырма орындап жатқан кезде: анасы: бос отырмай бітір мына тапсырманы. Бала: түсіне алмай жатырмын, анашым, өте қиын. Анасы: жалқаумын демейсің, қиын дейсің. Сыныптастарың қалай істеп жүр үй тапсырмасын? Миыңды жұмыс істет те орында былжырамай. Баланың бұдан түсінгені: бұл тапсырма мен үшін қалай оңай болса, сен үшін де оңай деген сөз. Егер жасай алмасаң, не жалқаусың, ақымақсың. Осыған ұқсас көптеген мысал баламызға іштей өзімен өзі болуды және еркін ойланудың жаман нәрсе екенін үйретеді. Бұл айналып келгенде ұрысқақтық, ашу, жек көру, кінәлі сезіну, өзіне көңілі толмау сезімдерін туындатады. Кейде 9-10 жастағы баладан не жегісі келетінін сұрасаңыз, бала білмеймін деп жауап береді. Тіпті үлкендердің өзі мейрамханаға барғанда тапсырыс беріп отырып, сен не жейсің, мен не тапсырыс берсем болады екен деп қобалжып отырады. Себебі есейгенде де өз-өзін таба алмаған. Бала кезінде не жеп, не қою керегін де өзі шешуіне анасы рұқсат бермеген. Айғайлаудан басқа не істеу керек екенін білмеймін. Біз, аналар, кішкентай кезімізден-ақ ана болуға дайындықты бастап кетеміз. Ойыншық бөпемізбен ойнап жүріп, оның астын ауыстырып, тамағын берген кезде біртіндеп жүрек түкпіріндегі ана болу нүктесін басып, өзімізді дайындаймыз. Әрине, қиялымыздағы ана болу мен шын өмірдегі ана болу арасында таудай айырмашылық бар.
Біз баламыздың қызықты ойын ойнағанын, үйден күлген дауыстар естілгенін, иісі мүңкіген бәлішпен от басымыздың дастархандағы отырып әңгімелескенін армандап жүргенімізде, ойыншаққа таласқан бауырлар, балалар мен үй шаруасының арасында жанталасып жүрген ананың бәліш пісіруді былай қойғанда тамақ пісіруге уақыты жоқ бейнесі көз алдымызға келеді. Дастархан басындағы әңгімелесу былай тұрсын, дастарханға отырмаймын, немесе тамақ ішпеймін деп жылаған бала-шаға тағы бар. Осындай жағдайлар аналардың ішкі күш-жігерін сарпып, ашулануға алып келеді. Ашулану себебіміз баламыздың қырсықтығы емес, өмір шындығының қиял, арманымыздан мүлдем алшақ болуы. Біз қалаған отбасылық өмір, ана болу бақыты мұндай емес екенін түсінген кезде айғайлауды, жазалауды бастаймыз. Қиялымызда үстелге тып-тыныш жайғасып, бірге тамақ ішетін бала дастарханға келудің орнына мультфильм қарау үшін қырсықса, біздің көзімізден от ойнап, кел дедім дастарханға, бұдан кейін теледидар да телефон да көрмейсің, деп айқайға басамыз. Баланы дастархан басына әкелудің айғайлаудан ұрсып, ұрудан басқа да тиімді әдістері бар. Қандай да бір ана ешқандай педагогикалық білімі болмаса да, баласына ерекше дастархан жайып, тамақтанып отырып баласына қызықты оқиғалар айтып, назарын аударса, залдың ортасына пикник дастарханын жайып, баласын зал пикнигіне шақырса, немесе дастарханға келмеуді таңдаған баласына шешімінің нәтижесін көрсету үшін келесі тамаққа дейін еш нәрсе бермей қойса, міне, бұл тәсіл баламен арадағы ұрыс-керістің алдын алып, балаға дұрыс таңдау жасауға мүмкіндік берудің жолдары болып есептеледі. Себебі айғайлау бірдеңені істетудің ең оңай жолы. Бастапқыда бұл жолмен қалағанымызды істету оңай, бірақ уақыт өте ол тиімсіз болады. Бала біздің айқайымызды да, жай сөзімізді де елемейтін күйге түседі. Айғайлайтын ана болмайық, себебі айғайлау ішіміздегі қорқу сезімін ұлғайтады. Кішкентай баланың алдындағы үлкен адамның түр-сипаты мен көрінісін елестететін болсақ, 2 метр бойы бар, 150 килограмм салмақтағы, бұлшықеттері күшті, әрі ірі адам көз алдымызға келеді. Кішкентай бала үшін де ата-анасы сондай үлкен болып көрінеді. Сондықтан әрбір бала анасы қолын созса, аспандағы жұлдызға қолы жететініне, әкесі басқа әкелермен күрессе, оп-оңай жеңетініне кәміл сенеді. Физикалық тұрғыдан баладан соншалықты басым, ірі екенімізді, даусымыздың зілді, мимикамыздың қорқынышты екенін біле тұра, сондай жолмен тәртіпке салуымыз балада қорқыныш сезімін оятады. Тілімді алмасаң, бағынбасаң, жаныңды шығарамын. Сынды қарым-қатынас залымдық болып табылады. Сонымен қатар, қорқыныш сезімі адамның бойынан күш-қуатын сорып алады. Бұл сезім баламыздың келешекте өзінен күшті адамға мойынсыну керек екенін білдіреді. Анасының баласын басынуы болашақта саған күш көрсеткен барлық адамға мойынсын дегеннен басқа еш нәрсе емес. Сондықтан да балаға қинап жақсы көргізу, қинап сүйгізу, қинап бір нәрсе істеуге мәжбүрлеу, айтқанымды орындамасаң, көресіңді көресің, деген жалған қорқытуларды бойына сіңдіруден басталады. Бұл әрекет балаға ауыр әрі зиянды әсерін береді. Айғайлау бала мен ананың арасындағы байланысқа сыза түсіреді. Ана мен бала арасындағы сенімді байланыс адам өмірінің алғашқы сәттерінен ақ қалыптасады. Ол байланыс адами болмысымыздың дұрыс дамуы үшін де қажет. Бұл мұқтаждық дәл қарын ашу, шөлдеу, ұйқы келу сияқты қажеттіліктер қатарынан орын алады. Ананың баласына осы қажеттіліктерді бере отырып, сыйлайтын сезімі сенімділік. Бала анасының жанында өзін қаншалықты сенімді сезінсе, өмірде соншалықты жолы болады. Осылайша физиологиялық, нейрологиялық және психологиялық дамуын қажетті деңгейде толықтыра алады. Ал айғайлау, ұру,
ана мен баланың өзара сенім қамалын жермен жексен етеді. Өзіне зияны тиген үлкен адамның портреті балаға қалай сенім бере алады? Солай емес пе? Сол себепті баласының өмірлік іргетасының мықты болғанын қалайтын ана негативті тәртіп методикаларынан бас тартуы қажет. Айғайлау баланың жақсы адам болып өсуіне кедергі келтіреді. Бала тәрбиелеуде ана ретінде өзімізге қоятын міндеттеріміз бірдей. Баламыз мінезі жақсы, адал, еңбекқор, көшбасшы, қоғамда белсенді, өзі шешім қабылдай алатын, батыл болсын дейміз. Тағы басқа игі қасиеттерді бойына сіңіріп өскенін қалаймыз. Осы мақсатқа жету жолында баламызға істеген іс-әрекетіміз бен сөзіміздің оған қалай әсер ететініне жіті назар аударып, барынша сақ болуымыз керек. Балаға айғайлау немесе қол көтеру бізді кемел бала өсіру түсінігімізден алыстатады. Себебі айғайлайтын ана баласына ашуын басқаруды, өзінен әлсізді басынбауды, адамды құрметтеуді, мәселелерді ойланып шешуді, сезімдерін басқаруды үйрете алмайды. Себебі өзінің де сондай екенін үлгі етіп көрсетпейді. Керісінше, ондай ана адамды басынуды, жанын ауыртып, ұрып-соғуды, қысым көрсетіп, қулық-сұмдық жасауды, артынан өсек өтірік айтуды, үркітіп қорқытуды, ашуын басқа адамнан алуды үйретеді. Әрине, мұндай теріс тәрбиеге толы іс-әрекеттерді баламыздың мінез құлқы мен өн бойынан көргіміз келмейтіні анық. Айғайлау жүректерді алыстатады. Айғайлау, қол көтеру, жазалау сияқты әдістер тек психологиялық денсаулыққа қауіп төндірмейді. Сонымен қатар, бала мен ананың арасындағы махаббат байланысын да үзеді. Өз баласына физикалық және моральдық тұрғыдан қиянат еткен ана қартаяды. Ал әлемдегі ең жақын адамы, анасына деген махаббаты жоғалған баладан тас жүрек адам шығады. Төменде берілген мына мысал сол шындықты жеткізіп тұр. Баяғы өткен заманда бір дәруіш шәкірттерінен сұрайды. Адамдар неге ашуланған кезде айғайлайды? Шәкірттерінің біреуі, себебі айтқысы келгенін сол адам естігенін қалайды, дейді. Дәруіш қайта сұрайды. Жарайды, алайда ашуландырған адам жанында болса, оған айғайлау керек пе? Шәкірттер сол кезде аңтарылып, расында да, қасында тұрған адамға айғайлап айтудың қажеті жоқ екен ғой деп, өзара сол пікірді талдай кетеді. Олай болса, айғайлаудың себебі не? Деп сұрайды дәруіштен. Дәруіш, адамдар ашуланған кезде өздерін естісін деп айғайлайды. Себебі ашуланған адамдар бір-біріне физикалық тұрғыдан жақын болса да, бір-бірінің қасында тұрса да, жүректерімен алыстайды. Айғайлаудың себебі жүректің дауысын жүрекке естірту. Адам айғайлаған сайын жүректер алыстай береді. Жүрек алыстаған сайын адам айғайлай түседі. Міне сондықтан да жүрегі бір-біріне жақын адамдар айғайлап сөйлеспейді. Бір-бірін сөзсіз ақ түсінеді. Осы тұрғыда мейірімді ананың ниеті баласына сөзін тыңдату емес, көзімен тыңдату болу керек. Айғайлау жағымсыз сезімдер мен келеңсіз әрекеттердің бастауы. Бір сәтке балалық шағымызға оралайық. Бар бөлмеңе, көзіме көрінбе, деп анамыздың бізге ұрсып, бөлмемізге қуып жіберген картинасын көз алдымызға елестетейік. Екі түрлі көңіл күйдің қайсысын сезіндіңіз? Біріншісі, бөлмеңізге барған соң анаңыздың сөзі дұрыс екенін, қателік істегеніңізді түсініп, сол қателіктен сабақ алып, анаңызды ренжіткеніңіз үшін өкініп, өзіңізді кінәлі сезіндіңіз бе? Екіншісі, ұрыс айқайдан соң сол сәтте анаңызды қаншалықты жек көріп тұрғаныңызды, үйден безіп кеткіңіз келіп тұрғанын ұғып, өкпе ренішпен анаңызды одан әрі ашуландыруға түсетін іс-әрекеттер істеуді ойландыңыз ба? Кез келген ана баласына айғайлаған кезде, оның ішіндегі бейкүнә періштені өлтіріп,
кекшіл, ашушаң адамға айналдырады. Ішінде жиналып қалған негативті шығара алмаған, өзін тыңдата алмаған, жеңе алмаған бала теріс әрекеттер істей бастайды. Өтірік айту, ұрлық істеу, екіжүзділік, агрессия, ашу сияқты әрекеттер жиынтығы ананың баласына көрсеткен қысымынан бастау алады. Айғайлау, түсіністік таныту, эмпатия сезімін тұншықтырады. Эмпатия басқа адамдардың сезімін басынан өткергенін сезіне алу, қайғысы мен қуанышына ортақтасу қабілеті. Әр адам эмпатия қабілетімен өмірге келеді. Бала 2 жасына келген кезде басқа адамдардың да сезімі бар екенін ұғына бастайды. Ал 4 жасында бұл сезімдердің себебін түсінетін болады. Әрине, айтып отырған бұл үдеріс ата-ананың баласын қаншалықты қолдағанымен тікелей байланысты. Баламыздың эмпатия қабілетін дамытуымыздағы ең маңызды фактор мейірімділікпен тәрбиелеп, әрдайым көмек көрсетіп, әр ісіне түсіністік танытып, баланың бөлек бір тұлға екеніне құрметпен қарау. Мысалы, баламыз теріс бір іс-әрекет жасаған болса, оған «Балам, мына істегеніңе ашуландым» деп айту, айғайлап, ұрып-соғып, жазалаудан 1000 есе артық әрекет. Баламыздың әрекетін басқару үшін айғайлауды, ұрысуды таңдау баламыздың дамып келе жатқан эмпатия қабілетін тұншықтырады. Сонымен қатар, оның әрекетіне ашулана беруіміз арқылы, оны өзінен басқа адамдардың ішкі көңіл күйін маңызды деп санамауға, елемеуге үйретеміз. Оқиғаның бұлай өрбуі біз, аналар, күтпеген ауыр нәтижелерге апарып соқтыруы мүмкін. Колорадо университетінде жасалған бір зерттеуде шамамен 2 жасар баласы бар аналардың іс-әрекеттері арқылы балалардағы эмпатия қабілетін зерттейді. Баласына бар мейірімін төгіп, түсіністікпен қарым-қатынас жасайтын аналардың балаларында эмпатия қабілеті жоғары екенін дәлелдесе, ал ашулы қарым-қатынаста болған қатаң бақылаушы аналардың балаларында ойыншығын бөлісуде, достарымен ойнауда, ашуланғанда қысым көрсететін әрекетке бармай, оқиғаны бейбіт шешуге тырысу қабілеті өте төмен екені дәлелденген. Айғайлау көңілге жағымсыз 3 түрлі сезімді тудырады. Балалық шақтың ең жағымсыз сезімдері өз-өзін кінәлі сезіну, үлкендердің елеп ескермеуі және өзіне көңілі толмау. Бұл сезімдердің адамның тұла бойынан сіңіп кететіні соншалық, адамды тек балалық шағында емес, есейгенінде де жібермей, өз ықпалында ұстайды. Өз-өзін кінәлі сезіну. Көп адамда бір нәрсе дұрыс болмаса, мен кінәлімін, бәріне мен кінәлімін сезімі бар. Мысалы, бөлмеде ваза сынып қалса, басы төмен салбырап тұратын, немесе қорғаныс рефлексімен «мен сындырмадым оны» дей жөнелетін бала өзін кінәлі сезіну сезімімен таныс деуге болады. Бұл сезімді білетін адамдар өз өмірлерін былай қойғанда, әлемде бір нәрсе дұрыс емес болса, өздерін кінәлайды. Барлығы менің кесірімнен деп көп айтатындары соншалық, өзі істеген жақсылық пен әдемілікті мүлдем байқамайды деуге болады. Бұл сезімнің пайда болуының себебі балалық шағында жасалған қателіктердің қайта-қайта айтылуы, үлкендердің оның бетіне басып, қатаң сынауы, оны жұрттың баласымен салыстыруы, қайта-қайта ұрыс естуі. Сұқ саусағын баласына шошайтып, айғайлайтын ана баласын тәрбиелеп жатқан жоқ. Керісінше, баланың ішіне тереңнен тамыр жаятын, өзін кінәлау сезімінің алғашқы дәндерін егіп жатыр. Үлкендердің елеп ескермеуі, құрметтемеуі, бағаламауы. Бұл ішкі сезім адам өмірінің алғашқы жылдарында-ақ, сәби кезінде пайда болады. Анасы айтпаса да, көзімен баласына қателік жасаған адам ретінде қарым-қатынас жасау арқылы сол сезімді сезіндіреді. Анасы қаншалықты ұрсып,
Біреудің көзінше төмендетіп, отырса опақ, тұрса сопақ қылып, не жанына, не тәніне тыныштық бермесе, соншалықты баланың бойына да мен ешкім емеспін позициясы сіңе береді. Бұл түсінік әбден сіңген бала сыйластық пен махаббатқа лайық бірдеңе істеу керек деп өседі. Басқалардың бағалауын, мақтауын алу үшін барлық адамға жағуға тырысады. Әрі жасаған әр іс-әрекетінің астарында осылай жасасам, мені бағалайды, мені жақсы көреді деген ой тұратын болады. Өз-өзіне көңілі толмау. Балалық шақтан келетін келесі бір жара адамның өзіне көңілі толмауы. Баламыздың кейін түзеліп кететін болмашы қателіктерін жарты әлемге жар салып, бөлмеңді жина деп едім, төсегіңнің түріне қарашы. Бір нәрсені дұрыс жасап үйренші осы. Мен саған осылай үйреттім бе? Сияқты сөйлемдермен әр басқан қадамына ескерту айтып отырсақ, ішіндегі өз-өзіне көңілі толмау сынды қатерлі сезімнің күшеюіне атсалысқандай боламыз. Мен бәрібір жасай алмаймын ғой мұны деген оймен еш нәрсені жасауға ынтасы да жоқ, ұнжырғасы түскен, өмірге құштарлығы жоқ, өзін әрқашан артқа тартып отыратын адам тәрбиелейміз. Мұндай адамдар өмір бойы басқалардың ырқына көніп, уақытын біреу реттеуін, не жасау керегін біреу айтып отыруын және барлық нәрсені басқа адамның жасап беруін қалайтын болады. Осы үш келеңсіз сезім баламыз үшін улы бір шырмауық секілді. Балалық шағында да, жастық шағында да, есейгенде де бұл у аз-аздан шығып отырады. Сол себепті біздің аналар айғайлау, ұрысу, ұру сияқты әрекеттерден аулақ болуымыз балаларымызды балалық болмысына қауіп төндіретін улы шырмауықтан құтқару. Айғайлау ішіміздегі дисциплинаны өлтіреді. Анасы баласына ұрысқан кезде немесе ұрып жазалаған кезде бала анасының сол әрекетінен қашу мақсатында рефлексті әрекеттерге көшеді. Баланы жақсы болуға итермелейтін нәрсе жапа шегуден қашу ойы болады. Жағдай жоғарғыдағыдай рефлективті тұрғыда жақсы болу форматында болғанымен, оның шын мәніндегі көрінісі қауіпті. Яғни бала, анам барда бауырымды ұрмауым керек, бірақ анам жоқ кезде ұра беруге болады деген ойда болады. Айғайлау адам бойындағы ар-ұждан сезімнің дамуына кедергі келтіреді. Ар-ұждан, ұят адамға берілген ең мықты ішкі позиция. Қоғамда адам баласына қаншалықты сыртқы мәжбүрлік болса да, адамды жаман әдеттерден алыстататын негізгі нәрсе ұят пен ар-ұжданның мүлдем тыным таппайтын дауысы. Кез келген ана баласының өне бойындағы ұятының, ар-ұжданының дамуына қаншалықты қолдау көрсетсе, ішіндегі ұждан дауысын естуіне қаншалықты мүмкіндік берсе, мінезі дұрыс ұрпақтың қалыптасуына соншалықты демеу көрсеткен болады. Баласы қателік жасағанда айғайлайтын ана, перзентінің өзі жасаған қателігі үшін өзі ұялып, іштей өзі естуі керек болған ұят дауысын тұншықтырған болып есептеледі. Өйткені қателіктің артынан болатын кінәлау сезімі адамның жақсы жаққа өзгеруі үшін ең маңызды нәрсе. Қателік жасаған кезінде ұрыс естіген, таяқ жеп жаза алған бала жасаған әрекеті үшін сазайын алдым деп ойлайды. Алайда бұл ой баланың ішіндегі ар-ұят сезімін тұншықтырады. Бұл дәл темекі тартуға рұқсат етілмеген жерлерде кей адамдардың айыппұлын төлесем төлейін, бірақ темекімді тартамын дегені сияқты. Бауырымды ұрамын, бәрібір анам да сол үшін мені ұрады ғой, сонда тең боламыз деп ойлайтын бала жаман әрекет үшін ұялмайды, кінәлі екенін түсінбейді. Айғайлау
үстемдігімізді көрсету үшін істейтін артық өкінішке толы әрекет. Жалпы, кез келген адам өзін өте жақсы, бақытты сезінгенде, көңіл күйі тамаша болғанда дауыс көтеріп айғайламайды. Айғайлау дегеніміз, қазір өзімді жаман сезініп тұрмын, ішімде жиналып қалған ашу реніш бар деген сөз. Біз бұл ала-дүлей сезімді сыртқа шығарып, жеңілдеп қалғымыз келеді. Дегенмен айқай-шусыз мәселені шешудің түрлі әдісі бола тұра, тіліміз бен жұдырығымыз ақылымыздың алдына түсіп, баламызға атыла жөнелеміз. Асылында, балалар көп жағдайда біздің дауыс көтеруімізге негізгі себеп емес. Біз күні бойы күйеуімізге, енемізге, бастығымызға ашуланамыз. Көңіл күйіміз түсіп, үй тірліктерінен шаршап шалдығамыз да, барлық жиналған ашу-ызамызды түк кінәсі жоқ баладан аламыз. Ашуға толы ауыр тонмен «Неге тапсырмаңды орындамайсың?» деп айтылған зілге толы сөйлем келеңсіз жағдайларға алып келіп жатады. Айғайлау мәселені шешпейді, ушықтырады. Егер баламыздың теріс әрекетін тоқсату мақсатында айғайласақ, әрі ол әрекеттің қате екенін бала онсыз да түсініп, екінші рет оны істемеу үшін одан сайын дауыс көтерсек, онда айғайлаудың ешқандай көмегі болмайтынын білуіміз керек. Себебі көп жағдайда баламызға бір нәрсе үшін айғайлағаннан кейін, тіпті оны ұрғаннан кейін де, аз уақыттан соң түк болмағандай, дәл соны қайта жасап отырғанын көреміз. Мұндай жағдай жиі кездеседі. Мұның екі себебі бар. Біріншісі, ана баласына теріс әрекеттерді істеу арқылы, яғни баж-баж ұрса, жазаласа, баласына мынаны ұғындырған болады. Сен осындай әрекеттерді істейтіндей қандай жаман оңбаған адамсың. Бала осы сигналды алған соң, дәл анасының ойлағанындай жаман әрекеттер көрсете бастайды. Себебі ана дегеніміз бала үшін не айтса да дұрыс айтатын адам. Анасы баласының бұл әрекеттерін іштей күтетін болса, бала да анасының ішкі қорқынышын ақтап, өкінішке қарай дәл күткеніндей болып шыға келеді. Екіншісі, баланың қаншалықты назарда болуында. Анасы баласына жеткілікті көңіл бөлмесе, назар аудармаса, бірақ баласы теріс қылықтар істесе, айғайлап, ұрып қана көңіл аударатын болса, онда бала ата-ананың назарын аудару үшін бұзықтықты жалғастыра береді. Бұл әрекеттер бала үшін трагедия десек, артық айтқандық емес. Сол себепті қателігін көріп, жазалау кей жағдайларда ол әрекетті үдететін фактор болып қалуы мүмкін. Айғайлау дегеніміз балаға сенің осылай жаралған болмыс бітіміңді қабылдамаймын, жақсы көрмеймін деумен тең. Бала жарық дүние есігін ашып, осы өмірге келгенде мұқтаж болатын жалғыз нәрсесі қалай бар, солай қабылдануы. Қолынан келетін, келмейтін әрекеті бар, өзіне тән мінез құлқы бар, көз қарасы бар. Әр бала ата-анасының өзін сол қалпы қабылдауын күтеді. Бұл шартсыз жақсы көру деп аталады. Баламыз өздігінен үй тапсырмасын орындағанда, немесе мақтау қағазын алғанда, бауырына жақсы қараған кезде ғана оны мақтап, қате бір нәрсе жасаса, жазалап, оған ұрсу, баламызға жеке тұлға болғаны үшін емес, оның әрекетіне қарай көрсеткен махаббатымыз. Бала үй тапсырмасын орындамай қалса, анасы жақсы көрмей қалатынын ойлап, қайғыратын болады. Баласының қателігін көрсету үшін онымен сөйлесуді емес, әрекетінің қате екенін түсіндіруді емес, айғайлап ұрсуды таңдайтын ананың баласына беретін сигналы. Бұл әрекетті істеген кезде ғана сені жақсы көремін. Сол себепті айғайлау ана мен бала арасындағы махаббат каналын бітейтін блок.
Анасы айғайлаған сайын бала өзінің бар қалпында сүйікті емес екенін сезеді. Бұл түсінік күн өткен сайын үлкейеді де, болашақта баланы жасандылыққа, жағымпаздыққа итермелейді. Анасының мейірімі мен махаббатын өзінің әрекеттеріне сатып алғандай болады. Анасы тарапынан болатын бұл әрекет бала үшін үлкен соққы. Айғайлау ынсапсыздық. Жылдар бойы аналармен өткізіп жүрген семинарларында мына жағдаймен бетпе-бет келдім. Мен де балама ұрысқым келмейді негізі. Бірақ өзімді тоқтата алмай, ашуымды басқара алмай қаламын. Бұл сөйлемді айтатын аналарға мына сұрақты қоямын. Күйеуіңізге, досыңызға, анаңызға, енеңізге, бастығыңызға ашуланғанда да өзіңізді ұстай алмай қаласыз ба? Оларға да айғайлап, ұрып жібересіз бе? Өздеріңіз де біліп тұрғандай, көбі әлбетте жоқ, ол кісілерге қарсы шығуға бола ма? Деп жауап берері сөзсіз. Себебі көбіміз ересек адамдарға құрметпен қарайтын, шыдамды да ашуын жеңе алатын жандармыз. Ал балаға келгенде әңгіме басқаша. Бұлай болудың екі түрлі себебі бар. Және екеуі де сайып келгенде ынсапсыздық. Біріншіден, үлкендерге күшіміз жетпейді, ал кішкентайларға келгенде батырмыз. Бастығыңызға айғайласаңыз, жұмыстан шығасыз. Күйеуіңізге айғайласаңыз, ол да жауапсыз қалмайтыны анық. Енеңізге айғайласаңыз, отбасыңыздың берекесі кетеді. Ал енді ашуланған кезде балаға ұрсуды көп аналар тәртіп деп қабылдайды. Баламды тәртіпке салып жатырмын деп, өз ашуын басуды былай қойып, балаға психологиялық әрі физикалық қысым көрсете береді. Себебі бала анасына күш көрсете алмайды, анасынан бас тартпайды, дәл өзін ұрып соққанындай қиянат та жасамайды. Екіншіден, ұрысқақ бола берсек, ешкім ана болуымызды қаламас еді. Баламызды жалғыз қалғанда да ұрып соқсақ, ол бәрібір бізді қалай бар, солай қабылдайды. Бізден бас тартпайды да. Дегенмен жылдар бойы менің жүргізіп келе жатқан ана мен бала қарым-қатынасына байланысты сеанстарымда балалар сондай сәттерде физикалық тұрғыда аналарын тастап кетпесе де, моральдық, психологиялық тұрғыда аналарынан алыстап кеткен. Жүрек түкпірінде анасынан алыстап кеткен баланы кері қайтару физикалық тұрғыда алыстап кеткен балаға қарағанда әлде қайда қиын.